Қанша мұнай кен орнымыз бар қазір? Енді мен энергетика министрлігіміз, бірақ енді әлі мен жалпы білемін ғой. Енді қазіргі таңда бізде егер мұнай өндіретін дейсіз ғой, мұнай өндіретін ғой, да? Мұнай өндіретін бізде 100-ге жуық кен орны бар. Мұнай өндіретін Қазақстан бойынша. Ірілі ұсақты? Ірілі ұсақты барлығы. 100-ге жуық кен орны бар. Соның негізгі мұнай өндірісінің 60-70%-ін қателеспесем Қарашығанақ, Теңіз, Қашаған елінде. Ең үш кен орындар бер. Қазмұнайгаз 25%-ын өндіреді? Жоқ. Қазмұнайгаз бүкіл еліміздің жылдық мұнай өндіруден 26%. 26%. Қалғаны қателеспесем жеке компанияларға тиесілі. Қазмұнайгаз өзінің көлемін үлкейту жоспары бар ма? Міндетті түрде. Жаңа өз сұрақ қойдың, содан басталып жатыр. Геологиялық барлау. Ең бірінші бізді қорларды ұлғайту. Президенттің тапсырмасы. Ең басты, енді мен ойлаймын, ұлттық компанияға қажетті нәрсе өзіміздің қорларымызды ұлғайту. Сол бойынша біз былтырдан бастадық, биыл да бұрғылау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Көптеген қазіргі таңда олар әлі кен орындар деп айта алмайды, себебі әлі мұнай дәлелденген жоқ. Бірақ біз оларды учаскелер деп айтамыз, жер қойнау учаскелері. Сол жерде біз қазіргі таңда Атырау, Қызылорда, Ақтөбе, Маңғыстау өңірлерінде бұрғылау жұмыстарын бастадық, геологиялық барлау тұрғысынан. Барлық жерде бұрғылау жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жұмыс тоқтатылмайды, біз оны өзіміз тездетеміз, себебі бізге өзімізге ол қажетті нәрсе. Яғни сіздің сұрағыңызға жауап, біздің болашақта мына ресурстар деген, енді қазір ол жай цифрларды айтқанмен бір өтірік болып көрінуі мүмкін. Өтірік болып көрінуі мүмкін. Себебі оны бұрғылап бітпегенше, нақты зерттеу дәлелдемегенше оны айтқан деген мен енді өз басым жай уәде цифр ретінде көрем. Сонда да енді, мысалы, болжалды жоспар деп айтайықшы, біз жоспар ретінде айтсаңыз, болжалды. Дәл қазір біз ресурстар, тағы да қайта болып өтем, дәлелденбеген әлі 800 миллион тоннаға саналған ресурстар бойынша біз қазір зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол ресурстар, олар дәлелдеу керек, әлі дәлелденбеген.